Жақында менің бір консультацияма бір жігіт келді, келіншегі төркініне кетіп қалыпты да. Ұрыстың түбі себебі неде десем, мені әйелім достарыммен араластырмайды. Ол жігіт айтады енді, конечно, мен жігітпен жүруім керек, ортам бар, бұрыннан келатқан достарым деген сияқты. Жігіттен сұрап жатырмын да, енді достарың шеге ма, не проблемасы бар десем, енді оны жігіт проблема деп те көріп тұрған жоқ. Ішетіні бар, шегетіні бар, сыралататыны бар деген сияқты. Мен айтамын да енді ол бауырымызға, сені әйелің керісінше ақылды келіншек екен, сені жаман ортадан қызғанып жатыр, ол ортаға сені жібергісі келмей жатыр. Ортаң жақсы болатын болса еді, саған керісінше қайта бар, сол жаққа бар, сол ортамен аралас деген сияқты шығарып салатын еді деп. Ал жаңа жігіттен сұраймын ғой, жаңағы келіншегің кетіп қалды, енді достарың қосуға бір әрекет жасап жатыр ма? Менің машинам бар, мен бензин құяйын, мен алып барайын, қызды алып келейік деген сияқты бір араласып жатыр ма десем, жоқ, ешқайсысы сол тым-тырыс әумен Аллах акбар жоқ дейді. Мен айтамын да, енді басыңа іс түскен кезде, басыңа қиындық түскен кезде ғана достың дос екендігі білінеді. Жайма шуақ кезде бәрі дос бола береді. Сияған жаны ашымайтын дос, үйің өртеніп жатқан кезде басын үйтіп алайын деген сияқты тісін кәулеп қарап отыра беретін адамдар ол дос емес деген сияқты. Сондықтан өзі дос таңдаған кезде, құрметті жігіттер, отбасыларыңызға жаны ашитын досты таңдау қажет.